Міне жаңадан шыққан ассалаумағалейкум мотосер қауым. Міне мынандай амортизаторлар шығыпты, Байбіше деген. Мына енді бұл тоқалский. Неге десең, бұда бір серіппе, мынада екі серіппесі бар екен. Қазақша аты ғой пружина. Серіппесі енді қараңдар. Мына енді Байбішенің салмағын көтереді. Тоқал енді салмағы жеңіл болады деп есептеймін өзі. Жас болғаннан кейін салмағы да жеңіл болу керек қой. Бір серіппе де болады оған. Байбішелеріңе осындай алып салыңдар мотоларыңа, екі серіппесімен. Сол кезде балқып, шалқып жүресіңдер мотоларыңда. Тоқалын енді үшінші артына отырғызбасаңдар, ол да болады. Өзің отырасың, кейін байбішең отырады, кейін тоқалың отырады. Сонда да салмағы көтереді. Жарайды, бұл жайлы түсіріп жатқан жоқ, бұл жайлы. Әңгіменің әңгімесі ғой. Енді қараңдар, Альфа Рейсерде мына ауру, мына болты сәл босаса болды. Мына жерін жарып береді, трещина беріп жібереді. Сондықтан мына болттарды, мына шайнаның болттарын лақтырып тастап, негізінде анда каленый болт салсаңдар дұрыс болады, машинаның болттарыншы. Отқа пісіп, каленый соны қатты қыздырады, шоқ қып, сосын барып майға әбден пісіреді. Сондай болтпен жинаған дұрыс болады, мыналар жұмсақ болады. Мынаны енді біз тарттық, барынша шыңғыртып тұрып тарттық, басын жалпайтып тастадық, босап кетпесін деп. Сваркіліп тастаса да болады. Одан кейін так, осы жалпы түсіріп жатқан видео мына втулка жайлы болып жатыр. Мына втулка, мына подшипниктен, мына подшипниктің ортасында мындай втулка болады. Бұл мынандай түрін беріп жіберіпті бізге, керек емес түрін беріпті. Енді бұны біз бүйтеміз. Қазір мынау втулка тірелді мына жерге. Мынау болт кеп тартылу керек. Бұл болт мынау ұзын болғаннан кейін мына жер мұнда ойнап тұр. Осыны ойнатпау үшін бізге не істейміз? Мынаны аламыз да піштен. Мына 5 мм болып қалады ғой, штангелмен көзбен айтып тұрған өлшесек қазір. Мынаны да где-то сондай, осындай биіктікпен кесуіміз керек. Сол кезде мына екі ортамыз где-то жобалап, осылай болады міне где-то. Міне осындай болып тұру керек. Мына шеті втулканың, мынаның нәтижелдің, тартып тұратындың ортасы жақсылап тұрып қыстау керек. Қыстау керек, сол үшін мына втулканы піштіреміз. Піштіріп тастаймыз. Осы жайлы түсіріп жатырмыз негізі жалпы. Осындай болса, болгаркамен алып кесіп тастаңдар. Болды, оның проблемасы шешіледі. Мынаның ішіндегі втулкасын болт саған кезінде түс кетпеу керек. Міндетті түрде монты бірге жинаңдар. Өйткені болсыз жинасаңдар подшипник тез өледі. Сондықтан мен ана втулкасына ішіне жаңағыдай шлангаларды кигізіп ортасын ұстап тұр ол центрін. Ешқайда кетпейді. Так, мұны сөйтесіңдер. Мына жерде резинкасын айттым ба? Айтпадым ба? Жоқ. Мына резинкасы егер мынандай люфт болса, мына жаңасын салыңдар. Болмаса бүйтесіңдер, мына камераны кесіп бірге камерамен бірге төртеуіне салып басып жіберіңдер. Сол кезде люфт кетеді. Олай да болады. Осындай қызықты видеолар көргілерің келсе, лайкты басыңдар, аямай тіркеліңдер. Мото жайлы түсіреміз, машина жайлы түсіреміз. Сондай қызықты видеолар түсіріп жатамыз, мотоцикл жайлы. Так что мынау біздікі не болып кетті? Байбіше, амортизатор. Мынау тоқал бір серіппесі бар. Болды.